Барлық қазақстандық оқушылар сияқты ридерлік оқушылар да мектептерімен онлайн режимінде қоштасты. Түлектер мәңгілікке, ал біріншіден 10-шы сыныпқа дейінгілер жазғы 3 айға. Әр мектепте қашықтық форматында сынып сағаттары өткізілді. Ұстаздар қашықтықтан оқытудың 4-ші тоқсанымен бүкіл оқу жылының нәтижесін шығарды. Сонымен риддерде 6871 оқушыға оқу жылы аяқталды. Оның 239-ы түлектер. 2019-2020 оқу жылы 9 түлек алтын белгі алса, 15 оқушы үздік оқу аттестатын алады. Естеріңізге саламыз, түлектерге қорытынды емтихандар өткізілмеді, ал аттестатқа жылдық бағалар қойылды. 25 мамырда әлеуметтік желілерде мектеп аккаунттарында соңғы қоңыраулардың онлайн режимінде өткені туралы фото және бейне жазбалары пайда болды. Сонымен бірге мектеп пен оқу жылының аяқталуымен педагогтар мен оқушылардың құттықтаулары да. Құрметті ұстаздар, біз мектеп табалдырығын аттанғаннан бастап, бізді жетектеп, білімге деген құштарлығымызды оятқан Меруерт Құрманбековна, сізге мың алғыс. Ал орта буынға көшкеннен кейін бізді өз баласындай аялап, өнерге деген махаббатымызды ашып, өмірге деген қызығушылығымызды басқа жаққа өзгерткен Индира Өзбекова, сізге мың алғыс. Рахмет, рахмет, рахмет. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, ата-аналар, қымбатты ұстаздар. Бүгін мектеп өмірінде, шәкірт үшінде, ұстаз үшінде аса қадірлі көрінер мереке соңғы қоңырау мерекесі. Бүгін 11 жыл бұрын мектеп табалдырығын аттаған оқушылар үшін қоңыраудың сазды әуені соңғы рет соғылмақ. Сондықтан баршаңызды нөмір 14-ші орта мектебінің ұстаздар ұжымы атынан соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Оқу жылын ойдағыдай сәтті аяқтап, сыныптан сыныпқа көшкен мектеп оқушыларына жазғы демалыстарын жақсы өткізіп, күш-қуат жинап, жайдарлы көңіл күймен жаңа дәстүрлі оқу жылына оралуларыңызға тілектеспіз. Түлектерді алда 3-4 маусымда әр сыныпқа жеке өткізілетін аттестаттарды табыстау күтуде. Бұл маңызды шара қатаң санитарлық тәртіптің ескерілуімен, бетперде режимін және әлеуметтік қашықтықтың сақталуымен өтеді. Мектеп бітіруге ұштастырылған барлық дәстүрлі шараларға биыл тыйым салынды. Ұлттық бірыңғай тестілеу дәстүрлі форматта 20 маусымнан 5 шілде аралығында өтеді.